Еліміздің конституциясы демократиялық дамудың, әлеуметтік жаңару мен рухани жаңғырудың, саяси тұрақтылық пен экономикалық өрлеудің кепілі. Ата заңымыз ел дамуының бүгінгі биік белесі мен беделінің негізін қалаған басты құжат. Бүгінгі күні тәуелсіздігіміздің алтын бесігі саналатын Алматы қаласында қабылданған конституциямызға биыл 25 жыл толып отыр. Алматы еліміздің ерекше статусы бар. Білім, ғылым, мәдениет, өнер және ірі қаржы мегаполисіне айналды. Егеменді ел болып, төл конституциямызды қабылдап, шекарамызды айқындап, жаңа Қазақстанның іргетасын қалауда еліміздің тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі өлшеусіз. Конституция бұл бұлжымас қағида, бұзылмайтын заң, елдің күш жігері мен айбыны, жарқын болашаққа апаратын айқын жол. Ата заңымызды құрметтеп, қорғау Қазақстанның әрбір азаматының міндеті мен парызы. Құрметті отандастар, сіздерді университет ұстаз ғалымдарының, студент жастарының және өзімнің атынан ата заңымыздың төл мерекесі Қазақстан Республикасының Конституция күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, болашағымыз жарқын болсын.